Сапарлардың ең үлкені бұл дүниедегі ол қажылық екені баршамызға айқын, белгілі. 15-нен бастап Қазақстан қажылары бара бастайды. Ең үлкен топ 18 күні сағат Мединаның уақытымен сағат 7-8-де 430 адам түседі. 19-нан бастап уже негізгі скопление Жиддаға келе бастайды. Екінші топ ертең біз 15 күні шығамыз. Бәрі дұрыс па? Шаршамай жеттіңіздер ма? Басқа жерге келдік, шындағыла келдік. Адамға жыр екен. Иә, Қазақстаннан келетін қажыларымызға қолайлы жағдай жасау, ең басты мүдде сол. Енді бүгін 20-сына дейін есептегенде 2461 қажы келді. Жидда қаласынан біз Мұрат қажы екеуміз қарсы алдық. Одан өздеріңіз келгеннен кейін де арнайы қарсы алып жұмыстар жүргізілді. Осы Жидда қаласындағы бас консулдықпен де елшілікпен де тікелей жұмыстар атқарылды. Мұназымдерменен бірге шығып, әрбір түн демей, күн демей, мысалы бізде қазір алда 430 қажымыз келе жатыр, оны таңғы 4-те кету деген секілді 24-те жеті жұмыс көрінбейтінде мысалы өздеріңізбен бірге жүргізіліп жатыр. Бұл қазір қажылық жүйесі бүкіл системасын бәрін электронды форматқа көшіріп жіберген. Біздің ЕГОВ сияқты система ғой, былайша айтқанда қажылыққа байланысты дүниенің барлығы. Қажының мысалға мәліметтерінен бастап, ол қажының алатын жаңағы қонақүйі, жаңағы автобусы, мынау қасиетті орындарды орналатын жері барлық түгел система енгізіліп отырады. Ана жерге келген кезде паспорттарды сканировать етіп, ол жерде паспорт сканировать еткен кезде автоматтан сол қонақүйдің несі шығады, данныйлар шығады да. Ішінде басқа бір қонақүйдің данные шығып қалды ма, ол қажын түсіріп қояды да. Барлығын жіберген кезде соңында ана 3-4 жаңа қажы қалып кетеді ғой. Ана Малайзиянікі қалып кетуі мүмкін, ана мынау қалып кетуі. Солардың бәріне бір автобус береді да. Олар сол өзінің қонақүйіне апарып тастайды ғой. Система сондай да жалпы. Hoş geldiniz. Merhaba. الحمد لله نحن في مكة. أنتم للعبادة ونحن لخدمتكم. Біздің алға қойған рәмізіміз дейді, сіздер құлшылық үшін, ал біз қызмет үшін дейді. نحن ننظر لهم بأنهم إخواننا. Сіздерге біз өзіміздің бауырларымыз, ағаларымыз ретінде қараймыз. Шашып күтіп алып жатыр сіздерді. Зәмзәм суын құйып күтіп алып жатыр. Міне осының бәрі Аллаға шүкір, Алланың біріншіден Алланың бізге берген нығметінің арқасы. Естіген боларсыз, жылдың басында еліміздің бас муфтиі Наурызбай Қажы Тағанұлы Хазіретіміз өзі делегацияны басқарып келіп, осы жерде қажылық министрімен кездесіп, Сауд Араб корольдігінің билігімен кездесіп, көптеген келісімшарттарға қол қойып кетті. Солының нәтижесінде біз қажыларымызға қызмет қылатын компанияларды таңдауға қол жеткіздік. Бүгінде міне Алла разы болсын, осы Машарик компаниясын біз
әбден зерттеп, зерелеп таңдағанбыз. Биыл біздің елден 4000 қажылыққа келді. Аллаға шүкір, қазіргі таңда толық барлығы осы қасиетті орынға жетті. Ендігі біздің иншалла Алладан сұрарымыз, сол қажылардың барлығы аман есен елге оралуын Алладан сұрап жатырмыз иншалла. Тілекте Алланы ұлықтауымыз керек. Өйткені бұл жерге алып келген Алла тағала. Әрине сіздің біздің келуімізге Алланың әмірімен әркім себепші болған шығар. Бір кісіні балалар жібереді, барлығы бірақ Алланың қалауымен болады. Тілектердің ең қабыл болатын жердің бірі әлемдегі ол қасиетті осы Мекке қаласындағы Қағбада және мынау Минада, ертең Арафада, Алла қаласа, және Мұздалифада тілектер қабыл болатын сіздер жақсы білесіздер деп ойлаймын. Өйткені біздің имамдарымыз осы сапарға шыққаннан бастап күнделікті өздеріңізге уағыз айтып жеткізіп жатыр. Неше градус болыпты? Бір 50 бар ау дейме бүгін? Бірінші рет осы Машайырда тамақ пісірілейін деп жатыр ғой. Сырттан алынып келетін тамақтардың бәрі сырттан. Биыл ыстықтай жейтін боламыз, Құдай қаласа. Мынандай кілемдер төселеді, көрдіңіздер ма? Кілемдер төселеді. Мынау да джим пакет. Комфорт пакет қой. Мынау орыстардікі былай қарай, Ресейдікі. Ресейдікі. Көрдіңіз, зелена палатка деп, ана өздері солар жазған ғой. Сақана тұрады, осының қасында тағы да осында тауыла тұрады, ішінде шай-пай, ана мынау, кофе дегендер. Біздің қазаққа шай керек қой. Көңіл бөлгені жақсы болды. Әлемдегі ең үлкен жиын осы ғой, бұдан үлкен жиын жоқ қой. Бір мезетте 2,5 миллион, 3 миллион адамға қызмет көрсететін жер ғой. Жиын жоқ қой үлкен. Мина, Арафатта. Енді мына жерлердің барлығында ана мынау демалатын жерлер жасаймыз деп жатыр, орын қойып деген сияқты. Жабал Рахма міне мына жерде. Прямой ма? Мына жерлерде ғой, Жабал Рахма. Қазақтармен жерін естік істеп алып шығып кетеді ғой. Міне тұр ғой, дайын, уже дайын. Жалпы көрсетейін деп жатқан ғой, біздің территориямыздың бәрін. Outside come? Ситор, фишшамс, 46 градус екен бүгін. Бүгінген жасап жатқанымыз мына жерде біздің Қазақстан қажылық миссиясының төрағасы бас мүфти Қазақстан қажыларын қабылдау өтеді дәл осы жерде. Келіңіздер, жоғары шығыңыздар. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Керемет ұйымдастырыпсыздар негізі. Машалла, мына жерде күшті саңдапсыздар. Абу Бакыр аға, қош келдіңіз. Рахмет. Проходите. Женщины нету да у вас? Нет. У нас мужской коллектив, Зарба Ахвата. Сонымен қатар осы түркі елдерінің жаңағы қажылық миссиясы дейді ғой, Түркияның, Әзербайжан, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан сияқты елдердің, түркі тілдес халықтардың қажылық миссиялары осы бүгінгі шарамызға қатысады деп жоспарланып отыр. Бүгін мінеки керемет көрініс, жалпы Түркиялы, біздің тегіміз түрік, дініміз ислам, кітабымыз қасиетті Құран екен баршамызға белгілі. Алла тағала ата-бабаларымыз ұстанған осы дінді берік ұстануды, бірлігімізді сақтап, ары қарай оны өрбітіп, өркендетуді Алла барша мұсылман еліне Алла тағала нәсіп етсін. Kazakistanlı hacı kardeşlerimiz, hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Біріншіден, мына жергілікті сауд үкіметіне бізден үлкен алғыс. Осы жерді сағынып келген мұсылмандарға барлық жағдайлар жасау үшін үлкен жұмыстар атқарды. Осындай күнде айтпағанда қашан айтам? Бір туған деген осы емес пе?
қажыларды жинап, мына бауырларымызды жинап, осындай жиын өткізіп отырсыз. Albatta mana shu boshqarma mana shu kungacha ham o'zini qaysidir ma'noda faoliyatini davom ettirib kelyapti. Hikmati quvvatan va shababan wafura. Buna kelgan qo'noqlarni chaqirib, boshim biriktirib, shunday bir yaxshi ish-shara uyushtirib turyapsizlar. Allohim rozi bo'lgan bo'lsin. Barchalarыңызға үлкен рахмет. Әрине бұл сапарды ұйымдастыру, қажыларды елден алып келу, оларға мына жерде қызмет жасап аман-есен алып кету ол оңай емес. Біздің әр тур фирмалардың да қызметкерлеріне үлкен рахмет айтам. Бабамыз кезінде оны жазған ғой, осы екі қасиеттің әміршісі деп жазған кезде Сұлтан Бейбарыс бабамыз жоқ, әміршісі деп жазбаңдар, екі қасиеттің қызметшісі деп жазыңдар деп өзгерткен. Біздің әмір болған, ел билеген бабаларымыздың өзі бұл жерге қызмет етуді, қызметші болуды армандаған. Сондықтан сіздер мен біздерге Алла сондай бір бақытты нәсіп етті. Қажыларға, Алланың қонақтарына қызмет етуді. Алла Тағала баршамызға осы қызметімізде абырой берсін. 18 маусымнан бастап күнде кездескен науқастарды талқыға салып, солардың емдерін бірге консилиум жасап жатырмыз. Кестеде жас айырмашылығына байланысты қандай қауіпті сырқаттар көп кездесті және қандай дәрілер көп қолданды. Сол бағытта жұмыс жасап, өзіміздің телефонда байланысымыз бар. Алла қаласа келесі жылға қандай дәрілердің көмегі керек болады, соған біз бағыт ұстаймыз. Тамақ ішу қалай, ұйқы қалай? Ұйқы жақсы, спокойно ұйықтаймын. Сонда жақсы, рахмат. Көп жүрмей-ақ қойыңыз, көп. Жақсы? Негізгі мәселе денсаулыққа қатысты ертең пайда болады, оны сіздер жақсы білесіздер. Өткен мина жазығына көп адамдар психологиялық тұрғыдан дайын болмайды. Біз қиыншылыққа дайындалайық, иншалла жеңілдікпен өтіп кетуді Алла нәсіп етсін баршамызға. Алла Тағала сен шақырдың, мен келе жатырмын. Ләббәйк деген сөздің мағынасы жай келу емес, жүгіріп, ал мен келе жатырмын, айттың болды, мен келе жатырмын деп бұйрықтың жарғысын ескеннен бастап шабу деген сөз. Біз сізбен біз адам баласы өміріміздің соңына дейін жағдайымыздың қалай болатынын білмейміз. Бұл жердегі әрбір зікір, әрбір дұға, тілек, намаздар иншалла қабыл болады. Алла қабыл етсін. Ең жақсы дұға бұл Арафа күнгі дұға. Ең жақсы дұға бұл Арафа күнде жасалатын дұға деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Алла Тағала біз әлсізбіз. Алла Тағала біз сенің пендеңбіз. Алла Тағала біздің қателігіміз, кемшілігіміз, күнәміз көп. Алла Тағала өзіңнен жалбарынып сұраймыз. Осы сәтті пайдаланып өзіңе жалбарынамыз. Алла Тағала біздің қателіктерімізді, күнәларымызды өзің кешіре көр. Кісілер буын кетеді, баяғыда буын жоқ ұстап тұратын. Иә, қозғалып кетеді, болды. Аяқ бүйтіп қайырылып кетсе болды. Ұстап тұрып түседі. Линекс беріп жүріңіз. Бүгін ертең. Бүгін ертең жазып алсаңыз. Еркісінде чисто бронхит бар. Мынада врачтар қажылар қиналатыр болды. Таңға дейін осылай тұрады, таңға келесіз, сағат 10-11-лерде ше. Келіңіз, обработка жасаймыз, сүтемізден ашып береміз, уже болып кетесіз сонда. Муздалифада қонған кезде бәріміздің де ешкім емес екенімізді Алланың алдында жай ғана пенде әшейін бір 2 метр материал арқалап жүрген әшейін пенде екеніміз сол жерде бәріміздің де тең екенімізді түсіндірді. Сол жерде өте керемет әсерде болды. Hazreti Ali aytadi radhiyallohu anhu.
айтқанға дейін сөздің қожайыны сен боласың. Аузыңнан шыққаннан кейін сөздің құлы сен боласың дейді. Болды ғой, 37-тен шыққан сөз 32 рулы елге тарайды дейді қазақта. Әрқайсының өзіміздің бір үлкен күнәмізді есімізге алып көрейікші, басқа күнәні есіңе алмай-ақ қой. Алланың алдына баруға қаншалықты дайынбыз? Қаншалықты дайынбыз? İnşallah қалшылықтарыңыз қабыл болсын. Алланың қасиетті қаласына қонақ болып кеп тұрыңыздар деп айтып жатсам, бағана ағам айтады анақта бір ағам. Қойшы, келесі жыл келмеймін дейді. Шаршап қалдым дейді. Шайтанға тасыдыр, вообще жорстко екен деп қойды. Жаяу барып келіп отыр. Ой деп айтпа деймін да, ой деп айтпа. Мына жерде періште әмин десе кеттің, өмір бақи келмей қалуы мүмкін да. Келе берсей тазалап кетесің ғой иншалла. Келе бер, күнән кешіріп кетеді. Мұсылмандармен бірге қылған дұғаларын қабыл болып кетеді. Мұң мұқтажың көтеріп кетер иншалла. Қайда кетпей жатқан 10 күн. Осы жарайды шығар енді. Мен шаршадым ше, бүгін нешінші уағыз білмеймін, 7-ші ма 8-ші жағым қалды осыларына. Жаққа істейтін массаж да жоқ кімді. Алла разы болсын. Фазаккир иннама анта музаккир. Өйткені сен адам баласы негізінде сен ойлаусың. Негізінде сенің ақылың бар. Осыдан бірер күн бұрын туркомпания арқылы үлкен қажылыққа аттанған 120 отандас бөтен елде қамауда отыр деген ақпар тараған еді. Казахстанцы, которые отправились в паломничество в Мекку, были обмануты фирмой. Қажылыққа барған қазақстандықтар неге темір торға тоғытылды? Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы да осы мәселеге қатысты Фейсбуктегі парақшасында мәлімдеме жасады. Ақпаратта Замзам Қазақстан компаниясының қажыларға қызмет көрсетуге қатысты тиісті лицензиясы жоқ деп көрсетілген. Ол сапарға бара жатқанда алдайды деп ойламайды ғой. Дұрыс па? Енді қазір сіздерге байланысқа шығып жатыр ма туристік компанияны сіздерді әкелген? Сіздерге қандай бізден көмек болады? Денсаулықтарыңыз қалай? Қажылық несін жасадыңыздар ма? Қалжағыңыз қалай болып жатыр? Бұлардың өзіне әбден қинапты анау. Арафатта не шатыр жоқ, не басқа жоқ күннің астында. Біздің дәрігерлерден алып келейік те, кім қамар неде екен, Минада екен. Дәрі-дәрмекпен дәрігерлер кесін да, қамар Минада екен. Мына кісілер жаяу жүрді деп істеген ғой Арафатқа ше. Аяқтарымыз ойылып кетті дейді. Қалың адам қалай болса солай барам. Не танитын адам жоқ. Не тілі бөлік. Ешкім танымыз жалғыз қалдым. Басқаның бәрі сол автобуспен тасып жүреді адам. Бізде ғана жоқ. Мұздалифада, Арапада бауырлық қандас бауырларыңызды көрдіңіз бе? Жоқ, ешкімді көрген жоқпын. Жалғыз жүрдім әгі. Сол жердің әгі өзі тілдері бөлігі көңіл арап қой дейміз бәрі. Кеше Арафа неден шыға алмадық. Әлгі Мұздалифа болды, Жамарат болды, 4000 қажыға жауаптымыз. Аллаға шүкір, бірақ сіздерді көріп денсаулықтарың жақсы, тың екендеріңізді көріп қуанып тұрмын ақа. Вообще білмеймін, араптармен келедірмін. Біз келіп жағдайлармен таныстық, қандай көмек керек екенін сұрау үшін таныстық. Жалған құжаттың, жалған визаның кесірінен Арафаға кіре алмаған ішінде полицияның қолына түскен, жауапқа тартылған, араларында 80-нен асқан қариялар бар екен. Кешегі күні сол жаяу жүріп, 50 шақырымға дейін жаяу жүріп, денсаулықтарына зиян келген, оларға медициналық көмек көрсеттік. Миссияның құрамында келген дәрігерлер осы жерге келіп, қонақ үйге қабылдау жасап, медициналық көмек көрсетілді. Жанділля мырза, енді сіз сұхбаттастыңыз, тілдестіңіз. Олар сонда мүлдем білмеген бе? Барлығы алданып келіп тұр ма сонда? Өте кәсіби деңгейде алданған. QR коды болады визада. Ол QR кодты терген кезде Саудияның порталы сияқты Қазақстанда жасалған порталға өтеді да. Кәдімгідей арнайы бір топтасқан ұйым болып тұр ғой. Иә, бұл кәдімгідей қылмыс. Ұйымдасқан топ болып тұр, қылмыстық топ. Туристік компанияға алдандық деген қажылардың мәселесін президент Қасым-Жомарт Тоқаев та көтерді. Ішкі істер министрлігінің алқа мәжілісінде ол тәртіп сақшыларына компания басшылығын заңға сәйкес жауапқа тартуды тапсырды. Қажылардың мәселесіне қатысты тергеу басталып та кетті. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің баспасөз өкілдері хабарлап отыр. Жалпы муфтияттың сыртында жүрген адамдар көбінесе ішкі кухняны біле бермегеннен кейін сынды көп айтады. Әртүрлі жағымсыз пікірлерді қалыптастыруы мүмкін. Жағымсыз пікірлерді айтып жатады. Бірақ ішіне кіріп көрген адам мүлде ондай емес екендігіне көзі жетеді. Адамдардың көпшілігінде қалыптасқан нәрсе ресми органдардан ақпарат алуды жөн санамайды өздеріне. Қайда жоқ біреулер айтады,
оған сеніп кетеді да бүкіл муфтият сондай арам пиғылдағы адамдар сияқты елестейді көздерінен, солай қалыптасады. Яғни уақыт өз көрсетеді. Мынаның процестің барлығы біткеннен кейін кімнің ақ, кімнің қара екендігі анықталады, айқындалады. Бір жерде жиналғанның өзі қазақтардың шын үлкен бір жетістік. Бұрындар бұндай болмайды, әрқайсысы ар жақта шашылып жататын, кім қандай сұхбат айтады, не айтады, оны анықтау біраз қиын болатын. Бірақ сонда да миссия жүгірді ғой, бірақ мына жақта жұмысын жеңілдетті. Расында осы жасқа келгенше көп нәрселерді білмейтініміз де алдымыздан шығып жатыр. Алла Тағаланың шақыруымен, қолдауымен мұсылманның 5 парызының біреуі қажылық бұйырып жатыр. Бір орысша сөз қосылмай өтіп жатыр да. Мына айтады ғой, 8 қырлы бір сырлы деп. Атам қазақ айтады, 8 қырлы бір сырлы деп. Бұл 8 қырға жататыны бірінші тіл екен. Риза болып отыр, ағыз жақтайды. Аман есен келдіңіздер, ақ жол болсын деп айтып. Жеке өзім әсер еткен нәрсе, қазір біз Меккеден келе жатқанда бір автобус Арафатқа Америкадан келген қажыларға қызмет еттім дейді сол автобус. Сол Америкадан келген қажылардың жетекшісі бұрын бір церковьтің үлкен попы болған кісі екен. Сол мұсылман болыпты, сонымен бірге 100 000 адам мұсылман болды, содан 5 000-мен бірге қажылыққа кетті. Соны естім, адамдарға айттым, қажылар жылады естім. Ең әсер еткен нәрсе осы. Биылғы жылдың өзінше қиындығы болды. Оның бір себебі өткен жыл өздеріңізге белгілі 65 жасқа дейінгі кісілерді алмаған болатын. Биыл көптеген кісілер сол 65 жасқа дейін бара алмайды деп қарт кісілерді көп жіберді. Басқа менің өзімнің группамда 80-ге жуық қарт кісілер болды. 42 адам болса, соның бір 35-36-сы қарт кісілер болды. Қарт кісілердің қажылыққа келіп өтеуі жақсы ғой, бірақ мен осы жерде айтқым келеді. Мына еліміздегі бауырларымыз, үлкен ата-аналарыңыз болса, дүниеңіз жетіп жатса, қарттық жасын күттірмей, дүниеңізден ертерек бөліп, сол ислам 5 парызын өтеуге осы қасиетті мекенге жіберсеңіздер. Компанияларға рахмет, біздерді өте жақсы қажылықты жасатты. Өте үлкен рахмет. Бірінші Алланың қалауымен, Алланың шақыруымен, кейін осы сіздер жастардың, елдің, жұрттың арқасында осыншалықты болып отырмыз. Еліміз, жұртымыз аман болып, тек соларға біздер көрген, білген жүрегіміздегіні алып барып жеткізейік. Айналайындарым, барлықтарыңызға рахмет. Елде осы қасиетті жерге келе алмай жүрген бауырларымыз келіп, осы жердің қасиетін сезініп, қабыл болған қажылықтан болып қайтуын баршамызға нәсіп етсін. Адамзаттың асыл тәжі болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жатқан жері. Соныменен қасиетті бұл жер. Қажылықтың ұйымдастыру барысында Аллаға шүкір, Алла Тағала көптеген жеңілдіктер берді, көптеген жетістіктерге жетті. Қажылардың әсіресе ақсақал апалардың батасын алдық. Қажылар риза болып елге қайтуда, міне бүгінгі соңғы легін шығарып салып тұрмыз.